Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге орыс тілі пәнінен 1-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарларын қалай жүктеп алуға болатындығын көрсететін боламыз. Бұл үшін ең алдымен Google немесе Яндекс іздеу жүйелеріне ұстаз тілегі деп теріңіз. Ең бірінші болып шығып тұрған ұстаз тілегі республикалық ұстаздар сайтына өтесіз де қ.м.ж бөлімін таңдайсыз. Сол жақ шеттегі сайтқа кіру батырмасы арқылы сайтқа кіріп, егер тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасы арқылы тіркелесіз. Пән таңдау батырмасын басу арқылы бізге қажет орыс тілі пәнін таңдаймыз. Орыс тілі пәнінен 1-11 сыныптарға арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары батырмасына басамыз. Өзіңізге қажет сынып бойынша қ.м.ж-ны және презентацияны таңдап, жүктеу батырмасы арқылы бірден төлем жасай аласыз. Құрметті ұстаз, егер сіздің балансыңыз жеткіліксіз болса, Kaspi.kz қосымшасының іздеу жүйесіне ұстаз тілегі деп жазасыз да, өзіңізге қажетті сумманы көрсетесіз. Сіздің ID номеріңіз осы жерде көрсетілген. Жүктеп алынған қ.м.ж-лар мен презентациялар бірден жүктеп алу батырмасына ауысады. Жүктелген қ.м.ж-лар сіздің загрузки бөліміңізде сақталады. Құрметті ұстаз, сіздерге көрсетіліп отырған 130 бұйрықтың 7-ші қосымшасына сәйкес қ.м.ж үлгісі. Бұл қ.м.ж-лар кез келген баспаға сәйкес келеді, себебі сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты оқу бағдарламасынан алынған, ал оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы бойынша ортақ болып табылады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз әр ұстаз өз уақытын үнемдеп, бар күшін оқушылардың білім беруіне жұмсауына мүмкіндік жасау. Дайын қ.м.ж-ларды алып, қағазбастылықтан құтылыңыз. Әріптестеріңізге де айтуды ұмытпаңыз. Іске сәт!